Сәлем достар, менің есімім Кәусария. Кейін мен туралы көп нәрсе біле жатарсыздар. Ал бүгін мен не айтқым келіп тұр. Бүгін мен кез келген артқа қалдырып жүрген, кез келген кейінге шегертіп жүрген істерді бастаудың маңыздылығы туралы айтқым келіп тұр. Және де бұл не үшін маңызды? Кез келген нәрсені жай ғана істей салу не үшін маңызды? Жетістікке біріншіден тезірек жету үшін, екіншіден өзіңе сенімділікті арттыру үшін, үшіншіден өміріңе бір қызық беру үшін. Яғни мен де осы YouTube каналды жүргізуді осылайша бастағым келіп тұр. Қызық болсын, не болады? Егер де мен осылай өзім қалаған түрде, өзім әдеттегі жүрген күйімде YouTube-қа видео түсіретін болсам, және де соны бастап кететін болсам, біраз уақыттан кейін қандай нәтиже болады екен? Осындай түрде де адамдар менің видеоларымды көре ме екен? Және де қаншалықты мен өзімнің дағдыларымды осы YouTube канал арқылы дамыта аламын? Осы сұрақтарға жауап іздеймін және сіздерден қолдау күтемін. Ендеше бүгін дәл қазір өзіңіз көптен бері кейінге шегертіп жүрген бір істі бастап кетуге кеңес беремін. Тура мен сияқты жай ғана алып, камераны қолға алып, өзіңіздің телефоныңыз менікі сияқты камерасы емес болса да, жай ғана түсіріп көресіз ба? Мысалы, YouTube канал бастағыңыз келіп жүрсе, немесе бір кітап жазғыңыз келіп жүрсе, сол кітаптың бірінші сөзін жазып көресіз ба? Немесе мысалы сабаққа дайындық, ұбт-ға дайындықты бастай алмай жатсаңыз, оны да бастап кетесіз ба? Әйтеуір бір нәрсе істеп көріңіз. Мүмкін сіздің жоспар дәптеріңізде, жоспар блокнотыңызда сондай бір іс тұрған шығар. Ал мүмкін ол арман емес, бір күнде ғана орындалатын нәрсе шығар. Алға кеттік. Пока.